Бірақ енді білмеймін, бізде қазақта мамасының баласы емес балалар жоқ. Кім? 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 Ал жаңа маусымдағы алғашқы үміткердің таңдауы бізде Ақтөре. Бұл жолы да ұстай алмаған сияқтысыз. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз, Диана ханым. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Қазақ елі, Қырғыз елі, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Монғолия. Жаттап алыпты кәдімгідей, тізім. Бір күн өлеңдетіп тұрып айту керек болып жүр, Диана ханым. Кәдімгідей. Үйленесіз бе Ақтөре негізі осы? Үйленемін. Қашан? Енді жақсы шын ниетпен үміткер келсе, Диана ханым, мен дайынмын ғой, білесіздер ғой. Сіз дайынмын дегеніңізге 1 жылдан астам уақыт болды. Бірақ сол бір дайындықты көре алмай жүрміз. Не істесек болды? Бәлкім бір нәрсені өзгертеміз. Талапты өзгертсек пе екен, я болмаса сіздің бір мінезіңізді кім біледі? Диана ханым, мінезді де өзгертіп көрдік, бәрі мінез істеп көрдік қой, бірақ өзім қандаймын, сондай күйде келсе қыз, егер қыз шын ниетпен келсе, қарапайым болып, менімен таныстық жалғастырған кезде өзгермей жүрсе, мен үйленемін. Ақтөре, енді өткен маусымда бір емес бірнеше рет жұп болып көрдіңіз. Соның барлығын басыңыздан өткере келе, сабақ алған соң, қандай қызға нақты ғашық болғыңыз келеді? Кімді күтесіз, кімді іздейсіз, кім керек сізге? Диана ханым, ең бастысы шыны керек, қарапайымдылығын ұмытпаса болды. Негізі айтам өзім, мынау тәкаппарлық деген жүре пайда болған дүние депші. Мына жаққа келген адамдар негізі шыны керек өзгереді. Бәріміз де өзгердік қой. Соны өзгерген кезде өзінің қарапайымдылығын сақтап қалып, өзінің өткен өмірін, алда келе жатқан өмірін ойлайтын адам болса, болады. Егер мен түсінетін адам болса. Ал няқа келіп алып, өзінің мінезін шығарып сөйтсе, одан болмайды. Нақты талаптар жоқ? Талаптар, Диана ханым. Қарапайым, сұлу. Сұлу болған кезде, мен жәнімде әдем болып жүрсе, мен айттым ғой, қорғап жүрем, және де ажыраспаған болса. Ажыраспаған. Сол талап өзгермеді? Сол талап. Диана ханым, сұрақ қойсам болады ма? Сұрақ бірден жарайды, Мұхтар мырза. Ақтөре мырза, ассалаумағалейкум. Айтып отырсыз ғой, үміткерлер шынайы келсе деп. Осы моментке дейін сізге бірде-бір үміткер шынайы келмеді ма сонда? Уағалейкум ассалам. Жираф мырза, бүгін стильный киініп алыпсыз. Молодец. Шынайы келгенде емес, шынайы келетіндер де бар, келмейтін де бар. Шынайы келет, содан өзгеретіндер де бар. Оны басыңа кигенде көресің, бауырым, шыны керек, біз көрдік. Сол үшін до конца барсам, менімен үйленеміз. Альбина, менің көз қарасыма, Альбина сізге шынайы келген сияқты. Альбина мен не болғанын түсіндіріп бере аласыз ба, мысалға? Альбина мен негізі өте жақсы, Диана ханым, осы жерде сөз салдық, шешім қабылдадым. Болбай аяқтадыңыздар. Қайттан сезім не істеп, ашылып, одан сезон бітті, жақсы жүрдік, керемет жүрдік негізі шыны керек. Содан өз басталды, бір-бірімізге суи бастадық, былай болды, ортаға түсетіндер түсті, ұрыстық. Содан қыз жақтан суи бастады. Себебі Диана ханым, шыны керек, қай кезде суи бастаған өзімде байқадым. Мен жарысқа дайындалып сборға кеткенде қаладан біраз. Бір апта ма, 2 апта кездеспей қалдық. Сол кезде арағаштық кеткеннен кейін сөйлеспей кездеспегеннен кейін маған қарай суи бастаған кезде ол жылулықты басқа жақтан іздеп, тауып, солай болды. Және менің білуімше дәл қазір Альбинаның жеке өмірінде бір талай жаңалықтар бар сияқты, жеке парақшасына бірнеше мәрте кіріп көрген едім, түрлі енді мен жеткізілген посттар, стористер. Бір адамды тапқан сияқты өзінің жан қалауын кездестіргендей. Солай ма? Диана ханым, солай болды. Өзі маған айтты, Ақтөре, менде осылай бұрынғы жігітіммен сөйлесіп жүрмін. Бұрынғы жігітімен? Қайта табысты? Ең алғашқы жігітімен. Махаббат. Содан кейін сондай болғаннан кейін мен не істеймін? Мен айттым, менде сезім ашылып жатыр ғой деп едім, ол айтады, сенде мынандай шығар, может дейді да, мен сені
қояйық деген кезде сенде сондай сезім ашылуы мүмкін, ол уақытша нәрсе. Қазір мен иә десем, сен қайттан суып кетуі мүмкінсің деген сияқты, ол уже маған деген сенімділік жоқ. Содан не істеймін? Жібердіңіз. Бақытты болсын, Диана ханым. Иә, бақытты болсын. Расымен де алғашқы махаббатымен қосылған екен. Ал біз енді сіздің жайыңызға қарай өтейік. Жаңа үміткер келді, сізді таңдады, шығуға дайын. Егер сіз қарсы алсаңыз. Диана ханым, менде бір сұрақ болып тұр. Ақерке ханым. Ақтөре, мен білуімше сіз өзіңіз ажырасқансыз. Неге ажыраспаған қыздар? Неге ажырасқан қыздар келсе неге қабылдамайсыз? Тең-теңімен тезек қабымен деген сөз бар ғой. Бұлай айтайын, сіз жаңа анонсты көрдіңіз, анонс деп қой, менің профайлымды көрдіңіз ба? Көрдім. Үйленгенімді айтқым келмейді деген сөзге мән бердіңіз ба? Білем. Не үшін сіз бірақ жоққа шығара алмайсыз ғой, үйленген. Бұлай айтайын, шыны керек, егер маған кеп үміткер келіп үйленетін болса, ол үйде ең бірінші келін болады, ең бірінші бет ашар, ең бірінші той болады. Соны ұмытпайық, біз алғашқы өмірім ол ситуацияны кішкене ұзақ әңгіме, ол қағаз жүзінде үйленіп, қағаз жүзінде ажырасқанбыз. Сұрақ қойсам бола ма? Жоқ, сонда Ақтөре мырза, сіз сонда азаматтық некеде болдыңыз ба? Заңды некеде болдым. Заңды некеде, қалай сонда? Фамилиямды беріп, бірақ тұрмадық екеуміз. Екі жаққа кеттік. Түсінбедім, ауылында қалай сонда келесі келген жан бірінші келін болып? Көп оқу керек. Мен өте көп оқығамын. Ақтөре мырза, тағы да бір сұрақ бағанан бері басымда туындап отырды енді ойымда. Сіз айтып отырсыз, ошыққа келген адамдар өзгереді дейсіз, иә, өздерінің шынайылықтарынан арылады, кішкене жұлдыз ауруымен ауырады дейсіз. Сіз өзіңіз ошақта арақатынас құрдыңыз, талай рет, түсінуім бойынша, бір жыл бойы отырдыңыз, бір жыл бойы өзіңіздің мінезіңізді де, өзіңізді де қандай екеніңізді көрсеттіңіз. Сонда неліктен сіз қайтадан осы жаққа келіп, шынайы махаббатта осы жерден кезіктірейін деп отырсыз? Неліктен сыртта ол қызды таппауға? Сізді халық білет, сізді көрген, мүмкін сырттан біліп жүрген қыздар жақсы бар шығар. Біріншіден айтып кетейін, бір жыл емес, армияда 3 ай болдым, Қосылайықта 6 ай болдым. Соны ұмытпаңыз, жарай ма? Мен Қосылайықты қараған жоқпын, сондықтан да мен сізді онша жақсы танымаймын. Айтып отырмын, енді 1 жылдық маусым болатын болғандықтан. Қосылайықты көрмесеңіз, қайдан жүрсіз Қосылайықта? Маған енді сөздің шыны маған айтты да, Айдана, осы Қосылайық жобасы бар, көрші, баршы, сол жақта адамдар үйленіп кетіп жатады, бір-бірлерін тауып жатады, жаңағы өз жарын кездестіріп жатады, мүмкін сол жақта сенің бағың ашылып. Сонда сіз жобаны мүлдем білмей келдіңіз бе кастинг? Жоқ, мен келудің алдында енді бірнеше рет көрдім. Негізі Ақтөре мырзаны көрдім, бірақ қаншалықты оның отырғанын, оның арақатынастарын мен біле жатпаймын. Жай ғана қазір айтылған сөздерінен менде сұрақ туындады. Айтып отыр ғой, адамдар өзгереді, не үшін онда дәл осы сәтте қайттан келіп отырсыз дегенім ғой. Жарайды, мен жауап берейін, Диана ханым, қалай өзгереді деп жатсың ғой. Бұл жерде барлықтарыңыз келдіңіздер, барлықтарыңыз өзгересіздер. Сол кезде өзгеріп жатқанда өзің сезбей қаласың, шыны керек бәріміз өттік. Сол кезде өздеріңнің қарапайымдылықтарыңды ұстап қалуларыңыз. Ақтөре, кешірім, сіз сол кезде Қосылайықты көрмесеңіз, оның өзгерісін, прогрессін қаяқтан байқадыңыз? Мен оның өзгерісін, жұлдыз болған, қарапайым болған, қандай басында болған? Асхат мырза, мен оны айтып тұрған жоқпын. Мүмкін сіздер менің сұрағымды дұрыс түсінбеген шығарсыздар. Тағы да бір рет қайталаймын. Бағанан бері Ақтөре мырза айтады, осы жаққа келген жандар, оған келген үміткерлер арақатынас құрған, олар өзгереді, олар шынайы болмайды деп тұр. Бірақ неліктен, егер де Ақтөре мырза өзі ошықта шынайы болса, бүкіл халық оның артынан көріп, теледидардан арақатынастарын көрсе, неге сырт жақтан іздемеске, егер де ошыққа келген үміткерлердің барлығы дәл қазір студиямызға қоңырау шалған бір көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн, сіз Қосылайықтасыз. Сәлеметсіздер, Диана ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, Альбина, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Жақсымын. Сізде біраз жаңалық бар екен. Привет, Альбина. Қалайсың, Альбина? Жаңалық көп, менде, Диана ханым. Бірақ кеше бір кісілердің айтқаны дұрыс болмады, негізі ұят болды. Солай ма, Ақтөре? Не ұят болды, артымнан келмеңдер деген ба? Артыңнан келме, біз немесең артыңнан жүгіріп жүрміз бай не? Жоқ, жән машин сразу өтіп. Или үйленуге дайын емес, бетімен жауап беремін дегенің. Мына кісі завтрак ішпеген ба немді? Ақтөре, сен Альбина, былай ғой, жән машин, Альбина... Тыңдашы, мен айтып жатқан кезде тыңдауды үйретші, пожалуйста. Мен сен артыңнан жүгіріп жүрген жоқпын, онда ештеңке істеген жоқпын. Сенің андай бір мақал бар ғой. Жігіттің сүйген алады, қыз сүйгені қалады деп, сен өзің сөз алмағаннан кейін арттан ондай сөздер айтпай қойсаңшы.
Давай. Былай айтайық, Альбина, шыны керек, мен саған айтқан кезде ше. Тоқтап, бір минут тыңда. Сен де артымнан көп сөз жатсам бықсытып, ондай әңгіме айтып отырсың. Жарайды енді бір айта салайыншы, сен айтып отырсың ғой. Айтпашы маған вообще текті ештеңке. Жоқ, жігіт сүйсе алады деп. Айтпа болды дедім мен саған. Мына кісіге не болған үй құрсын? Бақытты өз жаным үшін, давай. Немене бөле болып кеткен де анаған. Не ғой, Альбина? Мен бақыт тілеген, бірақ артымнан бықсытып, ондай әңгіме айтпай қою керек. Мен бықсытып ештеңе деп жатқан жоқ. Артынан келіп әуре болмай сол жігітіңді ұстап бақытты болып кетсін деп жатыр. Мен жаман ойламаймын ғой, білесің. Альбина жан, сізге бір сұрақ. Сіздердің арақатынастарыңыз неге тоқтады? Неге тоқтады? Көңіл бөлінбегеннен кейін тоқтап қалды. Бұл жерде сіздің бұрынғы жігітіңіздің еш қатысы жоқ. Жоқ. Шындығыңызды айтыңыз. Шынымды айтып жатырмын, көңіл дұрыс бөлінбеді. Демек, Ақтөренің тарапынан көңіл уақыт дұрыс бөлінбеді, содан кейін сіз өзіңіз тоқтаттыңыз. Иә. Одан кейін барып, алғашқы махаббатыңызбен қайта татуластыңыз. Иә, дәл солай. Той бола ма енді? Бұйыртса. Жоспар бар? Енді жоспарда, конечно, бар ондай нәрсе. Олай болса, шақырту билетін күтеміз сізден? Әлбетте, жаңа сізден қалтырмаймын ғой. Тағы айтарыңыз болса, Альбина? Жоқ, айтарым жоқ, бірақ бір кісілер бақытты болсын, және де артымнан ештеңке әңгіме ондай айтпай қойсын. Артық әңгіме айтылмасын дейсіз ғой? Иә. Түсінікті. Рахмет хабарласқаныңызға, Альбина. Бақытты болыңыз, бар жақсылықты тілейміз. Аман жүріңіз, сау болыңыз. Жағдай осы? Әркім өз жолымен кетті? Артынан сөйлеуге қорқып қалдық. Енді дұрыс қой, адамның артынан сөйлемеу керек. Енді көңіл бөлмейді деп айттым, мен жаңа айтып кеттім. Мен негізі жарыс болған кезде өзім сондаймын ғой, мен жарысқа не істеп кетемін, бірақ айтып жүргем, екеуміз бір айлығымыз жуамыз осылай деп. Енді қыз жарайды енді. Жаңа өмір бастайықшы, шыны керек. Жаңа өмір, жаңа үміткерден басталсын. Студиямыздың төріне жаңа маусымдағы алғашқы үміткер келсін. Келіңіз. Тамаша қарсы алып жатыр. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Сіздің есіміңізді сұрасам? Юлдуз. Юлдуз. Юлдуз? Да. Юлдуз. Юлдуз. Жасыңыз? 27-де. 27-де, және қай жақтансыз? Қызылорда қаласы. Қызылорда қаласынан. Түсінікті, Юлдуз. Есіміңіз ерекше екен. Ал дәл қазір Алматыда сіз ба, немен айналысасыз? Алматыдамын. Немен айналысамын, курьер болып істеймін. Курьер. Түсінікті. Ал неге Ақтөрені таңдадыңыз? Неге Ақтөре? Сымбатты, спортпен жақсы айналысады. Фигурасы әдемі деп. Бұны естігенін Ақтөре әрине мәз. Езуі екі жақта. Ата-анаңыздың хабары бар ғой? Ата-анаңыздың хабары? Анамның хабары бар. Рұқсатын берді, қарсы емес. Ертең жоқ, менің анам жібермей жатыр, мен эфирге бармаймын демейсіз? Жоқ. Анаңыз біледі Ақтөреге келгеніңізді? Иә, біледі. Түсінікті. Ал Ақтөре, Юлдуз, 27 жаста, Қызылордадан. Привет, Юлдуз. Юлдуз ба? Юлдуз. Юлдуз, мягкий знак бар, иә? Лыдан кейін, иә? Жоқ. Жоқ. Жоқ па? Юлдуз, қазақсыз ба сіз негізі? Қазақпын. Таза қазақ, иә? Маған келгеніңізге өте қуаныштымын, шыны керек, Диана ханым, бүгін маған келетінін сездім, бір өзімде ощущение болды. Бұлай шын ниетпен келдіңіз ғой, менімен танысуға, әлі ұнатып қалдыңыз, әлі танысып көргіңіз келе ма? Ұнатып қалғанда емес, танысып көргім келеді. Қай уақыттан бері бақыладыңыз мен? Мен сізді шынымды айтсам, Альбинамен жүрген кезіңізде көріп жүргем. Бірақ ұрыс қалдағандарыңызды жақында естідім. Сол моментте сразу маған келуге шешім қабылдадыңыз, иә? Бұрын тұрмыста? Тұрмыста болғамын. Балаңыз бар ма? Гражданский брак. Балам жоқ. Я естідім, сізге үйленген қыздар
18-ден бастап деп естігем оны. жоқ, негізі былай ажырасқан болмаса екен дейміз ғой, негізі адамбыз ғой біз. Ертең ұнатып қалсақ, махаббат болып қалса, ештеңеге қарамайсың негізі. Жүрекке әмір жүрмейді деген негізі сөзге мен сенем. Сол үшін бұл жерде шын ниетіңізбен келсеңіз, бәрі де мүмкін. Сол үшін дұрыс жағынан танысып. Алматының қай жерінесіз? Алматының өзінен, Алмалинский. Алматының өзінен, қаласында, иә. Кімдермен тұрасыз? Әке-шешеңізбен, иә? Өзіммен тұрамын. Әке-шешем Қызылордада тұрады. Бұл жақта жалғыз тұрасыз ба? Жалғыз өзім, иә. Қиын емес пе? Жалғыз өзіңіз. Курьер болып істеймін ол. Қиын емес. Сонда сіз гражданский бракта тұрдым дейсіз, жалғыз тұрып жатсыз, иә? Қазір жалғыз тұрып жатырмын. Сонда сіз маған айтуыңыз мүмкін ба, маған гражданскиймен тұрып көрсек қалай болады деген сияқты? Бір-бірімізді танып үлгерейік, үйленгенге дейін. Бірге тұрып, жоқ. Неге? Бір рет көргеннен кейін келіспеймін. Демек бір мәрте сені бар еркек кісі керек. Демек бір мәрте азаматтық некеде тұрып көргеннен кейін ол дүниенің дұрыс емес екенін түсіндіңіз, иә? Тамаша. Жана ханым, сөйлесем бол ма? Иә. Аягөз. Қош келдіңіз. Өте әдемі екенсіз. Рахмет. Тұрмыста гражданский бракта болғам дедіңіз ғой, балаңыз бар ма? Жоқ, балам жоқ. Жана ханым, рұқсат па? Хамрақұл деген жігіт. Юлдыз, қош келдіңіз. Өте көрікті екенсіз. Руыңыз не сіздің? Әлім. Әлім. Отбасыңызда қанша ағайындысыздар? 3 ағайындысыздар. Болашақта Ақтөренің ауылына Мойынқұмға келін болуға дайынсыз ба? Егер жақсы көретін болса, если мен өзім ұнатып қалсам, дайынмын. Сізде мынандай принцип жоқ па? Жоқ, мен қалада, жаңағыдай күйеуіммен қалада тұрам дегендей. Жоқ. Енді Жана ханым, Ақтөре сұрақ қойсам бола ма? Ақтөре жаңағыдай жүрекке әмір жүрмейді дейсің да, бірақ бірден көңілің алып қалған сияқтысың, азаматтық неке деген. Дұрыс па? Саған ол кедергі бола ма болашақта? Былай айтайын, бұл жерде менде әке-шешем бар, қарап отыр. Маған келген қызды да қарайды. Азаматтық, жаңа гражданский брак деген негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Ол уже қазақта жоқ қой ондай, бізде болмаған и болмайды да негізі. Ол уже гражданский брак деген ол жерде білмеймін, айту негізі ұят нәрсе деп ойлаймын. Сол үшін кішкене қатты дейді. Былай тұрмыста болып, былай ажырасса, ол уже басқа әңгіме да, ол кәдімгі өзін бір пас ситуация ажырасады. Мен қателеспесем, кезінде Асхат мырза, сіз азаматтық некеде тұрып көруге болады деген едіңіз, иә? Болады деген. Наңғыраңыздар, бізде сенің опытың жоқ, иә? Қазір ол дұрыс емес деп айтқанға. Вот опыты бар адамнан, например, сұрасақ болады. Тәжірибеңіз бар ғой сіздің? Неге сіз оны жоққа шығарып жаман деп айтып отырсыз да? Қандай себептен? Жарнамадан кейін жауап берсеңіз, Юлдыз ханым, құрметті көрермен, арнамызда шағын жарнамадан кейін қайта қауышамыз.